Сәлеметсіздер ме, жасөспірімдер? Бүгінгі тақырып есірткі түбі ажал. Яғни нашақорлық өте қауіпті әлеуметтік ауру. Адамның психикасын, жүйке жүйесін жаулап алатын дерт. Есірткінің марихуана, героин, опиин, тағы басқа химиялық қосынды түрлері адамның орталық жүйке жүйесін уландырады. Қозу пайда болады, немесе меңгіртіп, не естіп, не қойған білмей қалатын дәрежеге жеткізеді. Есінен айырылады. Құрығына ілінген жанды құртпай тынбайды және құрығына оп-оңай түсіреді. Алғашында қызығушылық, дәмін татып көрсем қалай болар екен деген ішкі өтініші орындалады. Сәл-пәл көңілі көтерілгенін байқайды, ренішін ұмытқандай әсер етеді. Өзін бақытты сезінеді, тағы бір көрсем ештеңе етпес дейді. Тағы көңілі ауып елітіп тұрғанын, онсыз жүре алмайтынын өзі де байқамай қалады. Бұл әсерелеу емес, өмірдің шындығы. Бұл есірткінің басты қасиеті шегушінің психикасын әсер етіп біраз уақытқа шейін көңілдендіреді. Өмір ұсынған қиындықтарды ұмыттырады. Мұндай жағдайда медицина тілімен айтқанда эйфория деп атайды. Ондай күйде кешкен жан күн өткен сайын жан тәнмен беріліп шеуге құлшына түседі. Өзінің нашақор танысына барғыш болады. Сол себепті нашақорлықты қолданар алдында ойланып, жасөспірімдер сендердің бұл өмірлерін, сендердің тағдырларын сол себепті ойлаңыздар, нашақорлыққа бейімді болмаңыздар, тәуелді болмаңыздар, ондайды ойға да алмаңыздар. Және де шылымның да өте зияны көп, арақтың да ондайды ішіп, ондайға неге көңіл бөлмеңіздер. Сол себепті сіздерге айтатыным, ондайды мүлдем еске алмаңыздар.